Шіркін, қыз еді ғой ол. Қыз емес ау, перизат еді. Алтыны еді. Қолымға қонған бақ құсым болатын. Кіршіксіз пәк жүрегімен сүйіп еді ау мені. Бар ынтығын, аяулы асыл жүрегін, балдырған жастық шағының, жайлаудың таңғы ауасындай тұнық бір тынысын маған ғана арнап еді. Құдайға қақ, тәңірге аян, жүрегің мөп-мөлдір лүпілі мен үшін ғана төгілуші еді ау. Ол кезде жастық па, әлде мастық па екен, қадіріне қалай ғана жете алмады екенмін. Әй жоқ, ақымақпын мен, сәулесіз сарамыстың өзімін. Осы топастығым үшін өзімді мәңгі кешірмеймін. Жоқ, кешіре алмаймын. Осынау баян аз пәни дүниеде қайтып қана кешіре аламын. Қолымнан қалай шығып кетті сол періште. Сүйіп едім ғой, айырылмасқа ант етіп, өзіме арнап едім ғой. Ол мұнан 5 жыл ілгері болатын. Өз өмірімде өзімді ең бір бақытты теңдессіз тәкаппар сезінген кезім де сол. Махаббат алауының өзімшіл мақтанышын тұңғыш түйсінгенім де сол жолы ғана. Қуаныш үстіне қуаныш, нұр үстіне нұр жауған шақ еді ау. Маңдайың жарылып, бағың жанған бір сәтінде желің оңынан тұрып, бар жақсылық өзінен өзі келіп сені табатыны бар. Әншейінде басыңда тауға ұрсаң да таппайтын, көзіңді тарс жұмып алып, қиял теңіздің иірімінен іздесең де уысыңа түспейтін бақыт сәулесі мұндайда көктем самалындай жұпар иісін аңқытып келіп, жан жүрегіңді құшырлана аймайлайды ау бір. Таңдап, талғап, бәлсініп, тәлімсіп, тұрмай-ақ төге келеді. Университет бітіргеннен кейінгі алғашқы қадамның өзі сәттақ болған. Көктен тілегенімді жерден беріп, мені аймақтық ойын-сауық үйірмесіне бөліп қойыпты. Көптен аңсағаным осы орын болатын. Алдымен оқыған кәсібім әдебиет, оның ішінде соңында түскенімде өлең. Енді ылғи өлең жазамын. Әуелі міндетті түрде жазуға тиістімін. Қандай тамаша! Оның үстіне көркемөнер саласына өзімде бір кісідей-ақ құштар едім. Анда-санда бір тәуір концерт көре қалғанда, екі көзімді сахнадан алмай, міз бақпай, телміріп қана қалатынмын. Анау мың бұралып, ұршықша үйіріліп, беріп келіп, мен қандаймын дегендей жаудырап арбап тұра қалатын ерке, назды қыздар қандай. Талшыбықтай, сындар бойы, қынама бел, құлын мүше, сұлу мүсін, қай жігіттің жүрегіне оттандырмайды дейсің. Анау әншілерше, жүрегіңді оландыра шырқайды. Қандай тас жүрек болсаң да, тебіренбей көр. Сондай бір керемет, әмірі күшті жандар ғой бұлар. Бұл ғана емес, музыка десе жаным үзіліп тұрады. Тіпті үлкендердің айтқаны рас болса, 2 жасқа толар-толмас кезімнің өзінде-ақ ортекемен бірге теңселіп, ырғала жөнеледі екенмін. Сондайда болар, бала күнімнен домбыраға әуес-едім. Қарашаның суық желі азынаған ызғарлы күзде, күздеудегі жұтаң жұртта іргесін морлап, шыммен көмкерген қоңыр үйде өзінің бір көңілі түскен шағында әкем марқұм үлкен түйе жүні көпісінің шалғайына мені қаусырақ қымтап алып, қарағай қақпаны дорбасын шертіп отырушы еді. Меңзығыр ой құдіретімен асықпай, жай қағылған ешкінің ішегінен мұңлы қоңыр күйлер үн қататын. Әке көкірегінен шыққан сазды ырғақ бала жүрегін тіліп тесіп өтетін. Сол бір қоңыр күйлер еліткіш әуез, аздырғыш, мұңлы саздар менің құлағыма ғана емес, жүрегіме де сіңіп қалған. Мектептен келе сөмкемді керегенің басына іле салып, домбырамен жалғасуыма мәжбүрлеген сол бір құдіретті қасиетті күш. Кейінірек орталау мектептегі кезімде аймақтық ойын-сауық үйірмесіне барып, домбырадан емтихан тапсырғаным да бар. Амал нешік өте алмай қалдым. Енді міне сол бір қол жетпес көрінген бала кездегі арманмен, бар жалынмен, ыстық мейірмен құшағына тарта бастады. Оның үстіне үйірме бастығы Ерғазыда жанашыр бауырмалдық сезіммен құшақ жая қарсы алғандай сезілді. Нұрлан бауыр, газет-журналдардан атыңды ара-тұра көріп қалушы едік. Былтырғы бізге жіберген анау бір ән мәтіндеріңді ұнатқанбыз. Әркім өзіне жоққа зәру емес пе? Біз өлеңге, ән сөзіне мұқтажбыз деген алғашқы әңгімеде-ақ ағалық пейіл білдіріп, онан соңғы тағы бір кезекте
нақтылы іс жайына көшкен. Қытай тілін білетін боларсың. Білемін. Әрине, университет бітірдіңдер ғой. Тіпті жақсы. Ондай болса, мұндағы міндетің екеу: ән өлеңін жазу, қытайша ән текстерін қазақ тіліне аудару. Біз бәріміз де шығармашылықпен шұғылданатын адамдармыз. Сондықтан сенің күнделікті жұмысыңа шек қойып, шеңбер сызбаймыз. Қашан жазып, қашан дем аласың, ол өз еркіңде. Бірлесіп істейтін болармыз. Сен болып, біз болып, халық тілегінен шықсақ болғаны. Алдымен жатаққа орналасып, 1-2 күн реттеліп ал. Өзіңе оңаша бір бөлмеде дайындап қойдық. Әнтек кішілеу әзірше болады. Кейін той жасайтын кезіңде тамаша үлкен үй салып береміз, деді әзірлей арқаға қағып. Бастықтың кеңсесіне адам көп еді. Бірнеше қыздар да тұрған. Менің көзімді ала беріп, бірін-бірі ақырын түскіртсіп, жымыңдасып қалды. Мен 2 бетім дуылдап ұялып кеттім. Соңы аңғара қойған Ерғазы мені өзі ертіп шығып, жатақты көрсетті де, ыңғайлап болған соң үйірмедегі қыз-жігіттермен арнаулы таныстырып та қоямын. Көбі өзіңмен құрбы жігіттер. Қыздарымыз да шетінен әдемі, үріп ауызға салғандай, деді, қарқ-қарқ күліп. Мен тағы да қысылып қалдым. Ерғазы кеткеннен кейін ғана тыныстап демалғандай болдым. Ерғазының әзілі және жаңағы жаудырай сынап қараған бейтаныс көздердің салауатынан пысынап терлеп те кеткен едім. Пенжегімді шешіп, киім ілгіш келдім. Ерғазы айтқандай, бөлмем кішілеу екен, бірақ көңіліме бірден ұнай кетті. 4 бұрыш гүлді айна орналасқан қабырғаға тірей қойған жазу үстелі, бір бұрышта кітап сөресі де бар. Орындықтары да толық. Бір шетте тап-таза фарфор бет жуғыш. Әсіресе у-шудан аулақ жер екен. Бірнеше күн ішінде үйірменің жалпы жағдайымен танысып та қалдым. Кәсіптік салада негізінен 4 топ бар екен: әншілер, бишілер, музыканттар және туынды жаратушылар. Мен осы соңғы топтың құрамына кіреді екенмін. Кәсіпкерлерімнің бәрі де кішіпейіл, ақ көңіл, жақсы жандар сияқты көрінді. Бәріне де іштей разы болып, көңілденіп қалдым. Солардың ішінде бәрінен бұрын қалжыңбастау жеңілтек адам болса да, көңілінде зілі жоқ, ақжарқын жан болар деп, Ерғазыны ерекше құрметтеп, қадірлей бастап едім. Маған жұмыстың мән жайын тәлпіштей отырып, соңында айтқан бір сөзі жүрегімді тіксіндіріп тастады. Саған бір нәрсені ескертіп қояйын, деді ол өң кенет салқын тартып. Бұл арадағы ең бірінші шарт моральды болу. Қазір мына жүрген балалардың бәрінің әкесі де мен, шешесі де мен. Білдің бе? Мен ешқандай адамның дарбаза мінезін кешіре алмаймын. Сен Тургеневті оқып едің? Алғашқы махаббаттағы мына бір сөзі: балам, махаббаттан, сол бір удан аулақ бол деген сөйлемді есіңе түсір. Ендеше менің саған айтар ақылым осы, деді сөз аяғын келе қайтарып. Осыста маған оның өңі қап-қара болып түнеріп тұрғандай көрініп кетті. Рақымсыз топас адам болып жүрмесе егеді, дедім күдіктеніп ішімнен. Жұмысқа кірісіп те кеттім. Алғашқы бірнеше айды тіпті қарбалас өткіздім. Бүкіл зейін зерденіммен, өзім де бар барша қуатыммен ынталы кірістім. Уақыттың ерте кешімен де есептесіп жатпаймын. Ол бұлай тұрсын, тамақ ішіп отырып та, жол жүріп бара жатып та, кейде тіпті көзім ұйқыға ілінгенше де өлең туралы ойдан бір сәт айыға алмаймын. Шырт ұйқыдан оянып та бедірейіп жататын сезімдерім де болады. Әйтеуір есіл-дертім өлеңде сиқырлап, жадырап алған секілді. Қызығы көп, қызуы мол жастық шақта адамның